мамандығым өте жауапкершілігі мол, қызықты. Бұл мамандықтың тарихы өте зор, сондай келесі жыл алырса 180 жыл болады екен. Оқуды бітіргеннен кейін орналасқан ауруханамда анестезиология реанимацияға мамандығына дәрігерлер тапшы болғандықтан маған бас дәрігерден ұсыныс болды. Қазіргі кезде өзімнің жас кезіммен бастаған кезіммен салыстырсам, анестезиология реанимация өте қарқынды дамуда. Дамыған заманда қолданып жатқан біздің дәрі-дәрмектер, технологияларымыз, жаңағы біздің айтқан медициналық, оның бәрі дамып жетілген, сондықтан аса бір қауіпті деуге болмайды. Пациенттердің алаңдап, наркоз маған кері әсер етпей ме, оянбай қалмайын ба деген, енді ондай сирек кездеседі, бірақ деген кейде бір алаңдаушылық пациенттердің бойында болады сондай. Бірінші наркозым есімде қалды, ол мынау жұлынға беретін, кішкене сол кезде қобал жуым болды. Бір жақсы қасымда тәжірибелі анестезиология реанимация бөлім меңгерушісі Сниткин Владимир Иванович деген кісі болған. Сол кісінің қасымда қолдауымен бірінші наркозымды беріп, жақсы өтті, бәрі сәтті өтті. Есімнен бір кетпейтін сәт, сол қалада Ақсу қаласында жұмыс жасап жүрген кезде бізде бірге жұмыс жасайтын дәрігердің қызы тоқ соғып, жүрек тоқтауымен алып келді ауруханаға жедел. Соны біз кем дегенде бір 25-30 минуттай оған жедел көмек көрсетіп, аман-есен алып қалдық. Сол сәт менде есімде қалыпты. Әріптестерімді осы анестезиология күнімен шын жүректен құттықтаймын. Әрқайсына зор денсаулық тілеймін, ұзақ ғұмыр тілеймін. Содан кейін енді біздің анестезиология, реанимация саласы қарқынды дами берсін деп тілеймін.